ілияс жансүгіровтің құлагер поэмасы. ілияс ақынның толысып кемеліне келген шағында үлкен бір шабытпен жазған құлагер поэмасы бұл адамның ішкі әлемі мен табиғаттың үндестігін, адам мен жануар арасындағы рухани байланыс пен олардың бірлігін тереңнен сезінуге мүмкіндік беретін шығармасы. Ақынның құлагер болмысын суреттегенде ұлттың еркіндігі мен тәуелсіздігі, рухани байлығы мен күшін көруге болады. Құлагер ақынның болмысын, оның күрескерлік рухын, өз халқының тағдырын бейнелейді. Құлагер ақынның өзімен бірге еркіндікке ұмтылады. Құстай жүйрік сол биікке жете ала ма? Поэманың терең философиялық мәні мен ақынның ой толғаныстары арқылы ұлттың болашағы мен өткенінің трагизмін көреміз. Поэманың басты кейіпкері құлагер. Қазақ халқының еркіндік сүйгіш, айрықша батыр жылқысының бейнесін ақын Күреңбай сыншының тілімен қалайша керемет суреттейді шіркін. Құлагер тек жылқы ғана емес, оның образ арқылы халықтың азаттығы мен тәуелсіздігіне деген құштарлығын, жан жүрегіндегі еркіндікке ұмтылысын байқаймыз. Көкшетаудың керпырағы құлагер 1300 жүйріктен оза шапқан кезінде сұм батыраштың қандай қастандық көреді? Поэмадағы басты оқиға не? Әлбетте, ол қазақ халқының өткен тарихындағы күрес пен азаптың, қиындықтардың белгісі. Ерге тұсау, зорға думан заманда ақан серінің басына қандай азап түсті? Білгің келсе, әдебиет әлеміндегі ұлы туындыға айналған Ілиястың құлагер поэмасымен сусында.